Қазіргі таңда енді көп мемлекеттік қызметтердің көбісі онлайнға өтіп жатыр ғой. Болашақта мүмкін осы сондардың қажеттілігі мүлдем болмайды деп ойымыз бар. Бірақ әзірше олар істеп жатыр, сондықтан олардың жұмыстарын жетілдіру керек. Мысалы, арнайы халыққа қызмет көрсету орталықтарының жұмысына шағым көп түсіп жатыр. Ақпараттық жүйелерінің тоқтап қалу фактілері де бар. Осы бағытта қандай шаралар қабылдап жатсыздар? Шынында да осы салада бірқатар сұрақтар бар. Осы мәселені шешу үшін біз бірқатар жұмыс атқардық. Ол арнайы DLP және PAM жүйелерді қостық. Екінші, білетіндей микро құлақ құлаптарға қолдауға қарсы тиісті детекторларды орнаттылдық. Жүйелерді, деректерді қолмен енгізу мүмкіндігін жойдық. Оларды қазір тиісті салық органдарымен, кеден органдарымен интеграция арқылы тиісті деректерді аламыз. Және де сыбайлас жемқорлыққа қарсы тиісті құқық қорғау органдарымен жұмыс тығыз жасап, мамандырылған сондар дейміз ғой, солардың жұмысын жақсарту үшін бүкіл әрекет жасап жүрміз.